Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар. Қыс мезгілінде рахаттанып ішетін, шөліңізді қандыратын осындай қып-қызыл керемет компоттарды менімен бірге жауып көріңіздер. Сіздерге бүкіл құпиясымен бөлісетін боламын. Қалай атылмайды, қалай әдемі қылып жау керек екен, барлығын сізге қазір айтып өтетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен ішіне салынатын өрік, шиелерімізді барлығын жақсылап жуып аламыз. Бізде ортасынан бөлмейміз. Өріктерімізді шірімеген, ірімеген және де құрттамаған, езіліп қалмағандарын осылай түп-түзу әдемілерін теріп, жақсылап жуып алатын боламыз. Және де шиемізді жақсылап жуып аламыз. Егер іріген, шіріген, жұмсап тұрғандарын салсаңыздар, банкаларыңыз атылып кетуі мүмкін. Банкаларымызды жақсылап алдын ала жуып, кептіріп, сосын қайнап тұрған суға парлап аламыз. Ішіне 8, 9, 10 шақты осындай өріктер салып аласыздар. Өзіңіз қалаған заттар салсаңыздар болады. Мен қазір бұл жерде өрік, шие салып жатырмын. Және де мята саламын. 1-1,5 кеседен шие саласыздар. Қып-қызыл әдемі болып шықсын десеңіз, светі өте дәмді болып шығады. 1,5 кеседен шие саламыз. 2 литрлік банкыға 1,5 кесе салдым. Егер 3 литрлік банкі болса, 2 кесе салсаңыздар болады шиені. Жақсылап жуып, кептіріп алған фруктиларымызды ішіне салып аламыз. Суымыз бұл кезде бізде жақсылап, сахарлап қайнап тұрған болу керек. Мохитоның дәмі болып тұру үшін бізде осындай 1-1 неден лимон салып шығастар, және де жақсылап жуып тазалап алған мята жапырағын да салып шығамыз. Дәм өте керемет болып шығады. Міндетті түрде осы әдіспен жасап көріңіздер. Ассорти мохитоға ұқсап, дәмі өте керемет болып шығады. Енді жақсылап сахарлап тұрған, қайнап тұрған суымызды үстіне құйып шығамыз. Алдын ала барлығыны жемістерін толып тұратындай етіп құйып алыңыздар. Сосын қалғанына толтырып банкаларыңызды құйып аласыздар да бетіне крышкаларымызды қайнап тұрған суға 5-10 минутқа қайнатып аламыз. Атылып кетпеу үшін осылай барлығына суын құйып шығасыздар. Крышкаларды жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Кішкене өзін свет шығып, шиенің дәмдері шығып, әдем болып тұрады. Қант салған жоқпыз әлі. Қантты келесінде екінші рет қайтарып төгіп салған кезде саламыз. Енді жаңағы банкілерімізді ішіндегі суыны үлкен кастрюльге немесе қазанымызға құйып аламыз да, жаңағы суымызды қазір енді барлығын құйып болған соң қайтадан тағы бір рет қайнатып аламыз. Сахарлатып қайнатуларыңыз керек. Сол кезде сіздің банкілеріңіз атылмайды. Беймарал 2-3 жылға дейін сақталып тұрады. Осылай бүкіл суыны төгіп алып, ішінде су қалмау керек. Бізде осы суды газге қойып, тағы қайтадан бір рет сахарлатып қайнатып аласыздар. Қайнап атқан кезінде енді қантымызды салып шығамыз. Мен бұл жерде 1 кесемен салып шықтым, шай кесемен. Өздеріңіздің дәмдеріңізге қарай 1 кесе, 2 кесе салсаңыздар болады. Қатты ішемесеңіздер 2 кеседен салсаңыздар да болады. Жаңағы төгіп алған суымызды қайнатып жатырмыз. Жақсылап сахарлап қайнау керек. Бізде болмасам банкілеріңіз атылып кетеді. Сосын енді осы суымызды қайтадан толтырып құйып, крышкасын бетіне жауып қоямыз да, барлығына құйып болған соң шәймендеп закривашкамен бұрап шығамыз. Қараңыздар, уже түсі әдем болып тұр. Бізде 1-2 күн тұрған соң әлі бұны ыстық кезінде орап қоясыздар. Сол кезде қайтадан қып-қызыл әдемі болып шығады. Түсі де, реңі де, дәмі де өте керемет болып шығады. Закривашканы жақсылап әдемлеп жауып алыңыздар. Байқайсыздар, жерге ары-бері домалатып көріңіздер. Дұрыс жабылмаса, ішінде ауа қалып кетсе, ішінен су ағып кетеді. Сосын уже 1-2 күннен кейін уже көбіріп атылады. Бекерге сонша кеткен еңбегіңіз бекер болмасын, сондықтан әдемлеп жауып алыңыздар міндетті түрде. Ыстық кезінде сразу жауып, сосын астына көрпе төсеп, үстіне одеял көрпемен орап қоясыздар 1 түн бойы. Ішінде өзі ыстық болып оралып тұру керек. Жатқызып қоясыздар. Сосын барып жаңағы подвалға немесе салқын жерге апарып қойсаңыздар болады. Қысқа дейін тұра береді. 1-2 жыл бойы да сақтап қойсаңыздар болады, ішпесеңіздер.
дәмі деген енді керемет болған. Міндетті түрде жасап көрулеріңізді кеңес беремін. Ең бірінші орында жаңағы ірімеген, шірмеген фрукты салсаңыздар, 2 рет сахарлатып суын қайнатсаңыздар, и сосын осы банкының крышкасын закрывашкамен жауған кезде байқаңыздар, ішінде ауа қалып қойса, сол кезде бізде атылады. Және де біздің банкамыз сынбаған болу керек. Сынған банкіге ішіне құйған кезде ол да банкаңыз жарылып кетеді. Сондықтан аузын жақсылап көріп шығыңыздар, сынбаған банкі болу керек. И және де атылмауын себебінің тағы да бір құпиясы, сіздің бетіңіздегі крышкаларының резиналары ашылып кетпеген новый крышка болу керек. Және де 5-10 минутқа онда ыстық суға қайнатып аласыздар. Келесі видеоларда тағы да вареньелармен күшті көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Зұлхұмар. Менің осы әдісіммен міндетті түрде компот жауып көріңіздер. Қараңыздар, түстері өте керемет болып шыққан. Ас болсын баршаңызға.